Қайырлы күн достар, есімім Әсел, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода крючокпен тоқудың шартты белгісі болып саналатын столбик с накидом тоқып үйренетін боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын алдағы шығатын видео сабақтар жіберіп алмау үшін каналға жазылып, қоңыраушаны басып, все батырмасын басып қойыңыз. Ендеше бастаймыз. Ол үшін бізге цепочка из воздушных петель қажет болады. Міне, воздушный петля тоқу жолы менің каналымда бар. Сілтемесін видеоның астына қалдырамын. Осылай біздегі крючогымызға жібімізді іліп, осылай 2 воздушный петля для подъема жасаймыз. Міне 1, 2. Енді крючогымызға жіпті бір іліп, осылай 4-ші воздушный петляға крючогымызды енгіземіз. Міне 1, 2, 3, 4. Осы 4-ші воздушный петля крючогымызды енгізе отырып, жаңадан жіп іліп, сыртқа алып шығамыз. Сонда бізде крючогымызда 3 петля пайда болады. Осы 3 петляның екеуін крючоктан жаңадан жіп іліп, крючоктан шығарамыз. Бізде 2 петля тұр. Осы 2 петляны жаңадан жіп іліп, крючогымызға осы 2 жіпті де шығарамыз. Міне бізде бірінші столбик с накидом пайда болды. Келесін тағы қайталаймыз. Бір рет жіпті іліп, жаңадан воздушный петляға енгізе отырып, осылай крючокқа жіп іліп, алып шығамыз. Енді осы 3 петляның екеуін крючогымызға тағы да бір жіп іліп, екеуін шығарамыз. Енді тағы да бір іліп, тағы шығарамыз. Сонда бізде екінші столбик с накидом пайда болды. Біздің жасап жатқан столбик с накидымыз бір накидпен кетіп жатыр. Міне біреуін осылай ілгеніміз бұл накид деп аталады. Осыны қайтадан жаңадан воздушный петляға енгіземіз. Міне жаңадан жіпті іліп, сыртқа шығарамыз. Сонда бізде 3 петля пайда болады. Осы 3 петляның екеуін крючоктан шығарамыз, екеуін. Міне тағы да екеуін жаңадан жіп іліп, крючогымызға оны шығарамыз. Осылайша тағы да ілеміз крючогымызға накид. Енді келесі воздушный петляға крючокты енгізіп, жіпті іліп, алып шығамыз. 3 петляның екеуінен жаңадан крючогымызға жіп іліп, 2 петляны шығарамыз. Және тағы да жаңа жіп іліп, 2 петляны шығарамыз. Сонда бізде бірнеше столбик с накидом пайда болды. Біздің тоқып жатқанымыз ол с одним накидом деп аталады. Міне қатардың соңына дейін осылай тоқып аяқтаймыз. Міне соңына да жеттік қатардың. Қазір аяқтаймыз. Екеуін шығарамыз және екеуін шығарамыз. Ең соңғы петляға келдік, воздушная. Міне. Осылай біздің бірінші қатарымыз аяқталады. Енді екінші қатар тоқу үшін айналдырып тоқымамызды жоғары қарай көтерілу үшін 2 воздушный петля тоқимыз. Міне петля подъема. Сосын соңғы столбикке ештеңке тоқымаймыз. Негізінде біз тоқушы едік қой, неде столбик без накида. Ал енді біз мынау петля для подъема ол столбик с накидымның рөлін атқарып тұрады. Сондықтан оған еш нәрсе тоқымаймыз. Сонда біздің тоққан заттарымыздың екі шеті бір келкі болып шығу үшін, осылайша түп түзу, четкий болу үшін сіздер мынау столбикті тоққанда ең соңғы столбиктің үстіне петля для подъема тоқылған, ол столбик болып саналып кетеді. Артық ештеңке тоқудың қажеті жоқ. Сондықтан қасындағыдан бастап тоқып жалғастыра бересіздер. Міне 2 воздушный петля тоқып аламыз. Сосын тағы да жаңағыдай мен айтқандай бір рет накид жасап аламыз. Енді жанындағы бұған емес, мынау қасындағы тұрған петляға, міне көрдіңіздер ме, өріліп тұр ғой үстіңгі жағынан қарасаңыздар.
осынан кіргізіп былай жаңа петля алып сыртқа шығамыз. Міне үшеу болды. Енді осы үшеуінің екеуін крючоктан шығарамыз және тағы да бір рет іліп шығарамыз. Сонда бізде мынауымыз біздің петля для подъема өзі бір нені атқарып тұрады, столбиктің рөлін. Ал мынау міне бірінші столбик с одним накидом болып саналып тұрады. Тағы да көрсетемін. Бір накид осылай кіргізіп, жіптен алып, екі петляны шығарамыз және тағы екі петляны шығарамыз. Бір рет іліп алып, үш петляны екеуін шығарамыз. Міне бір іліп алып, үш петляны екеуін шығарамыз. Осылайша екінші қатардың соңына дейін барсақ болады. Қатардың соңына жеткенде көрсететін нәрсе қазір. Жаңағы бірінші қатарымызда тұрған столбик для подъема бар еді ғой, екі воздушный петля тоғылған. Соған бір накид жасап, бір воздушный петляның үстінен бір столбик жасаймыз. Ол бізде столбиктің қызметін атқарып тұрғандықтан, оған да бір столбик с накидом жасау керек. Сонда бұның екі шетіміз де біздің тоқымамыздың бір келкі түзу болып шығады, мінеки. Әдемі болып шығады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел. Барлықтарыңызға сәттілік.